Саламатсыздар ма? Бұл айранды не себеп алып тұрмын? Себебі бұрынғы кезде шаш күтімі халық табиғи күтім ретінде пайдаланған. Оның пайдасы өте көп. Бұл айранның құрамында кальций, ақуыз, табиғи өнімдер, әртүрлі микроэлементтер көп. Шашты бұл біздер пайдаланбас үшін жарты сағат бұрын айранды үй температурасында қалдыруымыз керек. Одан кейін айранды шаштың көлеміне қарай ыдысымызға құйып аламыз. Енді осы айранға бір қасық, кішкентай қаспен бір қасық тұз саламыз. Тұз салып, барлығын жасап ергенше араластырамыз. Бұл айранды біздер шаштың түбінен шаштың ұзындығына қарай жарып шығамыз. Шаштың түбінен ұзындыққа қарай, шашты қалай бояған сияқты ұзындығына қарай жарып шығамыз. Және де бұл айранда шашты нәрлендіреді. Айранның құрамында ақуыз, витаминдер шаштың түбін қуаттандырады. Және де шашты жұмсартып жарық етеді. Сүт қышқылы бас терісінде кір менен майды жұмсартып тазартады. Нәтижесінде шаш жылтыр және жұмсақ болады. Бұл айран шаштың құрамы ылғалдандырады, бас терісін тазартады және қайызақтың алдын алады. Табиғи кондиционер қызметін атқарады. Химиялық құралсыз шашты жұмсақ әрі тарауға жеңілдетеді. Енді қазір осыны шаштың түбінен шаштың ұзындығына қарай жағып шығамыз. Бірінші кезекте. Міне, шашқа айранды жағып болдық, түбінен ұзындығына қарай. Енді бұны 10-15 минутқа қалдырамыз. 10-15 минутқа қалдырып, жылы суменен шайып, артынан жұмсақ шампундарымызбенен, әркімнің өзінің күнделікті қолданатын шампундарымызбенен жуып шайып тастауға болады. Жуып алдық, 15 минут өтті. Енді шашымызды кептіреміз. Бұл неден қорғайды? Біздің шашымыздың ағарып кетуінен, көп қайызақтың алдын алады, және шаштың көп түсуінен сақтайды.